Бүгін біз асқабақ пен картошка қуырамыз. Өте пайдалы, тойымды тамақ. Осылай асқабағымызды дайындап, бөліп, ішіндегі дәндерін ажыратып алып, өзімізге турауға ыңғайлы қылып, майдалап, бөліктерге бөліп аламыз. Бұл қабығы өте қаттылау ғой, сондықтан өзімізге ыңғайлы қылып, майдалап тураймыз. Дәндерін де пайдалы, асқабақтың өзі де пайдалы адам ағзасына. Осылай қабықтарын ашып, бәрін дайындап болған соң, турауға кірісеміз. Осылай кубиктап турап аламыз. Өз қалауыңыз бойынша қалай турасаңыз да, мен осылай турадым. Және картошкамызды дайындап аламыз. Қабығын ашып, жуып, картошкамызды осылай чұқалап тураймыз. Өзімізге тез пісу үшін, ыңғайлы болу үшін. Бұл тағам өте пайдалы, тез дайындалатын, адам ағзасына пайдалы тамақ. Пиязымызды осылай турап аламыз. Қазанға осылай қуырып, жақсылап қуырып аламыз. Су құймай қуырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Мінекей тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.